Баламның ой өрісі жақсы дамысын десеңіз, телефон беріп мультик көрсеткенше түрлі дамытушы кітаптар сатып бергеніңіз дұрыс. Менде кезекті распаковкада осындай Пендота сайтынан алынған кітапшалар кішкентайы 489 теңге, үлкені 1143 теңгеге алынды Пендота сайтынан. Баланы қызықтыратындай осындай терезелердің артына түрлі картинкаларды жасырған екен. Киіну дағдылары, жануарлар, жемістер, сандар барлығы бар. Мына үлкен кітап менің алғашқы 100 сөзім деп аталады. Үлкен суреттермен көрсетілген, қағазы да қалың картоннан тұрады. Баланың ой өрісін, қызығушылығын дамытуға жақсы көмектеседі деп ойлаймын. Кітаптар Қытай және де ағылшын тілінде жазылған. Алайда балалар әлі оқуды білмейтіндіктен өзіміз айтып, қызықтырып көрсетуге жақсы кітаптар екен.